Біз Алжирдеміз. Алжир, Акмолинский лагерь жон изменников Родины. Бұл Қарағанды лагерінің бөлімшесі, әйелдердің тозағы. 1938-1953 жылдар аралығында бұл жерде мыңдаған әйел түрмедегі жазасын өтеп, адам төзгісіз қасіретті бастан кешірген. Кезінде осы әйелдерді лагерге мынадай вагондармен алып келген екен. Қарасаң жаның түршігетіндей кадрлар. Кеңес одағы халықтардың түрмесі деп бекер айтпайды. Түрме көп болған Кеңес одағында. 4 үлкен әйелдер түрмесі болыпты. Екеуі қателеспесем Ресейде, біреуі Қырғызстанда, және осы біреуі дәл осы Алжир, Қазақстанның Ақмола облысының маңайында болған. Астанаға 40 шақырым жерде. Әйелдер бұл жерде өте адам төзгісіз жағдайда өмір сүрген туралы тарихи деректер бар. Бұл жерде сол кездегі халық жаулары, саяси көзқарасы бөтен адамдардың, әйелдердің бәрі осы жерге келіп, өзінің түрмедегі жазасын өтеген. Ең қиыны ол жерде ол тек қана бір жазасын өтеумен бірге не бір зорлық зомбылықты да көрген. Осы жерде әйелдер өздеріне мынандай саман нысандарды, камераларды, тұрғын жайларды әйелдердің өздеріне салғызған. Біз мұражай кешенінің ішіне кірдік. Осы лагерде жазасын өтеген әйелдердің фотосы. Тергеушілер әйелдер тергеген кезде мынандай биік орындыққа арнайы отырғызып қояды екен, қинап. Аяғын жерге тигізбейді. Өздері жарты сағат бойы ауысып отырған тергеушілер. Осы 5-6 сағат бойы бір орындықтың үстінде отырған әйелдердің аяқтары сып, есінен танып қойды екен. Міне осылай әйелдерді азаптаған. Кішкентай ғана камерада мінеки әйел бейнеленген. Кішкентай сәбиінің бесігін. Осындай жағдайда өмір сүрген екен әйелдер. Күн сайын норма берілген, және де әйелдер оны күн сайын орындау үшін біріне қашын қойып берген. Әйелдердің 90% өте жоғары білімде болған, яғни олардың ішінде дәрігерлер болды, ветеринарлар болды, жұмысшылар болды, Бейімбет Майлиннің балалары. Лагерінің өзі 1953 жыл жабылғанмен 58 жылға дейін бұл жерде жазасын өтеген адамдардың бәрі де отанына оралу құқығына ие болмапты.
жаңа біз гидтен осы жөнінде кішкене пікір алғымыз келген, алайда ол кісі басшылықтың рұқсатынсыз ешқандай комментарий бере алмаймыз. Егер сіздердің ертең YouTube арналарыңызда біз рұқсатсыз сұхбат беріп жатқанымызды көрсе, онда біз жұмыстан шығарылуымыз мүмкін дейді. Қызық жағдай енді. Қазақстанда саяси қуғын-сүргін құрбандары күні болғандықтан біз ойладық, бұл жерге тек қана халық 30 мамыр қарсаңында немесе дәл сол күн келген кезде келетін шығар деп. Бірақ олай емес екен. Жаңа гидтерден білгеніміздей, бұл жерге жыл бойы, әсіресе жазда көп адам келеді екен. Содан кейін арнайы мысалы Алжир қоры деген бар екен. Сол қорға доллармен де әлемнің неше түрлі валюталарымен ақша қалдырып кететін адамдарды көрдік. Яғни бұл жерде кезінде осы жерде жазасын өтеген поляк, француз сондай әйелдердің ұрпақтары күні бүгінге дейін осы жерге келіп, өздерінің ата-бабаларының, әжелерінің рухына тағзым ететін көрінеді. Осы Алжир түрмесінде жазасын өтеген әйелдердің тізімі тұр, мінекей. Ұзыннан ұзақ. Біз енді Алжир туралы деректерді қараған кезде, осы жерде нақты қанша әйел жазасын өтеген туралы нақты дерек әлі күнге дейін жоқ екенін, мысалы, ол нақты ол жағынан санақ жүргізілмеген туралы оқыдық. Жазасын өтеуге келген әйелдер негізі қара жұмысқа тартылған, егін еккен, саманнан үй салған. Сонымен қатар өз мамандығы бойынша да жұмыс істеген әйелдер болыпты. Музыкадан мысалы тәлім берген, мысалы сабақ берген сондай. Өйткені бұл жерде ылғи осы саяси элитаның деп айтсақ болады, сондай мықты адамдардың әйелдер жазасын өтеген ғой, көрдіңіз бе? Алжир тарихын оқыған кезде біз сонымен қатар Алжирдің балалары деген тіркесті кездестіреміз. Себебі 1938-51 жылға дейін, нақтырақ айтқанда аралығында бұл жерде 1507 бала дүниеге келген екен. Олар арнайы осы лагерь аумағындағы аналар үйі деген орынға орналастырылған. Ол жерде 3 жасқа дейін бала өмір сүрген. Жұмыстан кейін әйелдер балаларын барып бағуға, сол бірге болуға мүмкіндік алған. Аналар үйінде ол балаларды арнайы бөлінген әйел күні бойы қараған. 3 жасқа толғаннан кейін бала бірден балалар үйіне жөнелтілген. Сол кезде қаншама әйел шын айтқанда өзінің балаларының қайда қалғанын білмей қалған ғой. Сондай тағдыр енді. Содан кейін 1951 жылы бүкіл аяғы ауыр және балалары бар әйелдерді түрмеден шығару туралы шешім шығарылыпты. Көрдіңіз бе, Қазақстан жеріндегі түрмелердің атаулары: Карлак, Актюбинский, Усть-Каменогорский, Спецлагерь, Камышлак, Песчаный, Алжир, Кенгир, Петропавловский, Степной, Дальний, Жезказганлык. Бір Қазақстанның өзінде қаншама түрме болған. Құдай сақтасын. Алжир мемориалдық кешенінің өзі 2007 жылы ашылыпты. Нақтырақ айтқанда 1997 жылы бізде саяси қуғын-сүргін құрбандары 31 мамыр белгіленді де, сол 10 жылдығына орай осы Алжир мемориалдық кешенінің ашылуы болған. Бұл жерде әлемнің қаншама мемлекетінің өкілдері, әйелдері өздерінің жазасын өтеп кеткен. Біз оны мына тарихи кешеннен көріп отырмыз. Еврей, армян, Әзербайжан, орыс, украин, тіпті Корей мемлекеттері, әлемнің 14 мемлекеті бұл жерде өздерінің бір кезде осы жерде жазасын өтіп кеткен әйелдерінің рухына тағзым етіп осындай ескерткіш тақта орнатыпты.